Кейде бізді көкейіміздегі мына сұрақ мазалайды. Осы балаларды оқытамыз, келіп оқытамыз, әртүрлі әдістерді, тәсілдерді қолданамыз. Барлық мүмкіндіктерді пайдаланамыз, бірақ баланы қалыпты жағдайға келтіре алмаймыз. Сол сияқты ата-аналарда да осы сұрақ мазалайды. Апармаған жеріміз жоқ. Дефектолог, логопед, нейропсихолог, психолог, ABA терапевті бар. Сол сияқты ем-шаралар, томатис, ТМС, БАК, барокамера, невропатолог, нутрициолог, остеопат, Ташкентке апарамыз. Плеханов деген керемет дәрігер бар, соған да апарамыз. Бірақ неге баланы қалыпты жағдайға келтіре алмаймыз? Осы сұрақтарға бүгін жауапты бір кездестіріп көрейік. Негізінде біздің дамуымызға, физикалық дамуымызға, эмоционалдық дамуымызға, ақыл-ой дамуымызға жауап беретін орган бар, ол әрине ми. Осы ми нейрондардан тұрады. Бала құрсақта жатқанда сол нейрондар қалыптасып болады. Бала дүниеге келгенде 100 миллиардтан астам нейронмен дүниеге келеді. Сол мидың құрылысын, жұмысын бірге қарастырып көрейік. Ми нейрондардан тұрады деп айттық. Сол нейрондардың бүгін жұмысын қарастырамыз. Ең бірінші миға сигнал біздің сезім мүшелерімізден келеді. Оны рецепторлар деп айтамыз. Көру арқылы, есту арқылы, дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу арқылы, вестибулярлы аппаратымыз бар, проприцептивті аппаратымыз бар. Осы рецепторлар арқылы бізге қоршаған ортадан тітіркендіргіштер, яғни стимулдар келеді. Сол аппараттардан біз ақпаратты қабылдаймыз. Ақпарат ол ең бірінші мидағы сенсорлы нейронға түседі. Сенсорлы нейрон ақпаратты қабылдап, сол импульспен ары қарай келесі нейронға ақпаратты жібереді. Келесі нейрон ол ақпаратты қабылдап, келесі нейронға ары қарай өткізеді. Яғни, мысалға айтатын болсақ, мені мысалға біреу бота деп шақырады. Менің бұл жерде есту қабілетімен мен дыбыс толқын арқылы дыбыс келеді, бота деген. Бұны сенсорлы нейрон қабылдайды. Бота деген дыбыс келді, сөз келді. Келесі нейрон бұл импульс арқылы келді, келесі нейрон айтады. Бірнеше дыбыстардан тұратын сөз келді деп. Ол келесі нейронға жібереді, бұл айтады, бұл сенің есімің ғой. Ақпаратты өңделіп жатыр, көрдіңіздер ме? Келесі нейронға жібереді ол, бұл есімге қарауымыз керек. Яғни бізді біреу шақырып жатыр деп мына нейрон өңдейді, келесі нейронға жібереді. Келесі нейрон айтады, біз ау деп жауап беруіміз керек, немесе мойнымызды бұрып қарауымыз керек. Осы нейрон келесі біздің ақпаратты орындайтын нейрондарға жібереді. Яғни ауызға кетеді, ақпарат айтады мына нейрон, сөйле, ау деп жауап бер дейді. Немесе мына нейрон басыңды бұрып қара дейді. Міне өйстіп біздің ақпаратымыз анау рецепторлардан бастап осылай нейрон арқылы біздің мінез құлқымызға, яғни орындайтын әрекетімізге дейін осылай жүреді. Тағы да бір мысал келтіріп өтейік. Мысалға бала алманы көреді. Көру рецепторы арқылы ақпарат түседі. Келесі сенсорлы нейрон айтады, қызыл алма, жаңағы домалақ затты көрдік. Келесі нейронға импульс арқылы ақпарат өтеді. Бұл айтады, пішіні домалақ, түсі қызыл, иісі аңқып тұр. Келесі нейронға барады, келесі нейрон айтады, бұл алма ғой. Яғни ассоциативті нейрон деп айтады, алманың түрін, алманың қайда өсетінін бәрі осы жерде өңделеді, ол жеміс, оны жеуге болады деп. Келесі нейронға импульс келеді, бұл айтады, бұл алма, бізде сөл бөліну керек, және біз алманы жеуіміз керек. Келесі нейронға өтеді, нейрон айтады, әрекетті орындайтын органды кесіп қосамыз. Яғни же деп команда береді. Сөйтіп, бұл орындайтын органға келеді, яғни қолымызбен алманы аламыз, аузыма апарып жейміз. Міне ақпарат осындай үрдіспен жүзеге асады. Біздің ерекше білімді қажет ететін балаларда
мидың жұмысы ерекше жұмыс жасайды, басқаша жұмыс жасайды. Негізінде бала 3 жасқа дейін 100 миллиардтан астам нейроны болады. Және де көптеген нейрондық байланыстар қалыптасады. 3 жастан кейін 4-5 жасқа таман артық нейрондық байланыстар, артық нейрондар өзінің жұмысын тоқтатады. Неге десеңіздер, бала барлығын бірдей меңгере алмайды. Сурет салу, ән айту, би билеу, жаңағы мүсін илеу, тағы көп деген біздің әлемде бар әрекеттерді бәрі меңгере алмайды. Сондықтан да артық нейрондар өзі кесіліп жойылып кетеді. Сөйтіп біздің 4-5 жасқа келгенде миымызда 90 миллиардқа жуық нейрон қалады. Енді біздің ерекше білім қажеттілігі бар балалардың ми жұмысы қалай жүретінін түсіндіріп өтейін. Рецептордан оларға да ақпарат келеді, сенсорный нейрон оны қабылдайды. Одан кейін ары қарай мына келесі нейронға ақпарат мына жерден өтпей қалуы мүмкін. Ол неліктен? Ол жерде органикалық бұзылыс болуы мүмкін. Органикалық бұзылыс дегеніміз не? Ол мына нейронның өзінің құрылысы да бір қандай да бір бұзылыс болады. Немесе мына өткізетін, импульс өткізетін аксон дейді мынаны. Мына ұзын талшықты аксон дейді. Сол аксонда да бұзылыс болуы мүмкін. Бұл аксонды мына біздің жеңіміз сияқты миллиендік қапшық қаптап тұрады. Сол қапшық дұрыс дамымаған кезде мына импульс өткізу қабілетінен айырылып қалады нейрон. Және де мына жерде синапс дейді. Мына жерде келесі нейронның дендрит, мына қысқаша талшықты дендрит дейді. Мына синапстан дендритқа ақпарат өту керек. Бұл жерде өту үшін мына жерде химиялық элементтер бөлінеді. Оны нейромедиаторлар деп айтады. Сол химиялық элементтер дұрыс бөлінбей қалғандықтан мына жерге ақпарат ары қарай өтпей қалады, келесі нейрон қабылдай алмай қалады. Сондықтан мына жерден импульс келіп өтпесе, немесе мына жерден химиялық элементтер жүзеге аспаса, мына нейрон өзінің қызметін атқармағандықтан бұл нейрон не істейді? Өліп қалады. Сол себептен біздің балалар естуін естиді, жаңағы есімін айтамыз, естуін естиді, бірақ ары қарай сенсорлық нейроннан ары қарай ақпарат өтпей қалады. Сондықтан не істейді? Олар есіміне қарамайды, бастарын бұрып сіз жаққа келмейді. Сол сияқты алманы көреді, бірақ оның алма екенін, оны жаңағы жеміс екенін, немесе оны жеуге болатынын анықтап ажырата алмай жатады. Сол себептен біздің бала құрсақта жатқан кезде, нейрондар қалыптасқан сәтте біз өте абай болуымыз керек. Ана өзінің денсаулығына аса мұқиятпен, аса қамқорлықпен қарау керек. Неге? Өйткені ол құрсақта жатқанда нейрон қалыптасады. Егер де осы нейронның жұмысы бұзылатын болса, бала дүниеге келген кезде оның дамуында кінәрат болады. Органикалық бұзылыс көбінесе зиятында бұзылысы бар балаларда болады, ал аутизмі бар балаларда мына синапстық байланыс, яғни келесі нейронға өткізу үшін мына жерде синапстық байланыс болу керек. Аксон мен дендрит жабысу керек. Сол жабысатын жерде нейромедиаторлар бөлінбегеннен кейін, мынау жабыспағаннан кейін нейронның аксондары теңіздегі жаңағы балдырлар құсап, желбіреп, бос жатады. Сондықтан аутизмі бар балалардың миында шу өте көп болады. Олардың сенсорлық қабылдауы, мидағы ақпаратты өңдеу қабілеттері сондықтан дамымайды. Енді не істейміз? Егерде мына мидағы мына нейрон өліп қалатын жағдай болатын болса, мына нейрон өліп қалды ғой, ақпарат келмегеннен кейін, мына нейрон өзінің қызметін атқармағаннан кейін бұл нейрон өліп қалады. Енді не істейміз? Нейрон өліп қалды деп бекерден бекер баланы емін-еркін өз еркіне жіберіп қоюға болмайды. Яғни баламен ары қарай жұмысымызды жалғастыруымыз керек. Бірақ мен айтқан ем шаралар, томатис, ТМС, БАК, барокамера, остеопат, тағысын тағы мына нейронды тірілте алмайды. Өмірде, әлемде мына мидың жұмысын, яғни нейронды тірілтетін дәрі әлі ойлап табылған жоқ.
Неге десеңіздер, мидың өзін әлі толық зерттеп болған жоқпыз. Ми туралы өте аз ақпарат білеміз. Ғалымдар әлі зерттеу үстінде. Сондықтан ондай әлемде миды қалпына келтіретін дәрі-дәрмек жоқ. Сондықтан сіздердің алып жүрген дәрілеріңіз, алып жүрген ем шараларыңыз нейронды тірілте алмайды. Не істеу керек? Бұл нейронды мидың жұмысын дамыту үшін біз баламен кәдімгі жұмыс жасауымыз керек. Ол баланы физикалық қимыл арқылы, зейінін дамыту арқылы, есте сақтау қабілетін дамыту арқылы нейронның қызметін басқа нейрон алуы мүмкін. Сондықтан біз не істейміз? Педагогикалық, психологиялық қолдауды үнемі үзбей көрсетуіміз керек. Сол кезде ғана мидың аксондары жұмыс жасауды тоқтатпай ары қарай дами береді. Дәрі-дәрмек мүлдем алып таста деп айтпаймын. Ем шаралық, дәрігерлік ем шаралары да қажет болады. Бірақ біздің балалардың дамуына психологиялық, педагогикалық қолдаудың маңызы өте зор.